Міне бабамыздың жатқан жері, мына айналасы мынандай. Айналасына не салуға болады, сыртын қоршауға болады. Бабамыздың жатқан жері осы. Міне аяқ жағында мында баласы бейіттің. Арт жағында кішкентай бір сәбиді қойған жер бар міне. Бірақ енді кесенен сыртынан өруге мол жер бар. Мындай. Осындай. Ешқандай жан жағасында бейіт жоқ. Міне қасында көне қорымдар бар мынандай. Ол енді бұған мешайт етпейді ешқандай. Міне. Мынау қасы Дария. Дария. Мынау Қорқыт бабаның кесене суға құлаған сөз жер мынау. Дәл осы жерде арасы 10 метр жер. Біздің Ақпан бабамен. Сондай кесене бәрін орнатуға болады, ашық жерде жатыр. Дәл осы. Мынау Дариясы қасында келіп тұрған. Мына жиектердің бәрінде бейіт болған, олардың бәрі суға құлап кеткен. Осы. Мына сыртын қоршап салуға болады.